45-ші орамда ұзақ жылдар қайыр сұрап келген қарағандылық Николайдың ісі бойынша жаңа дерек мәлім болды. Мамыр айында сот оның 4 танысын қайыр сұрауға мәжбүрледі деген айыппен 17 және 12 жылға соттаған еді. Алайда сотталушылар үкімге қарсылық танытты. Апелляциялық коллегия істі қайта қарап, жазаларын жеңілдетті. Апелляциялық коллегия дәлелдердің жеткіліксіз екенін ескере отырып, 4 адамды ұйымдасқан қылмыстық топ құру және оған қатысты деген айыптан ақтады. Мүгедекті еңбекке пайдалану схемасын ойлап тапты деп танылған басты айыпталушының жаза мерзімі 17 жылдан 11 жылға дейін қысқартылды. Ол жазасын максималды қауіпсіздік колониясында өтейтін болады. Қатысы бар басқа айыпталушылардың да жаза мерзімі өзгертілді. Енді 12 жыл орнына әрқайсысы 6 жылға бас бостандығынан айырылады. Преступная группа, она должна обладать. Бұл жағдайда аталмыш топтың біртұтас материалдық көзге ие болғаны, табыстың тең құқылы түрде басқарғаны, адамдарды пайдалану арқылы кірістерін бірлесіп бөліскен туралы дәлелдер расталмаған. Қарама-қайшылықтар сот коллегиясына кінәлілердің әрекеттерінде 262 баптың 1 және 2 бөлім бойынша құрамы бар деп айтуға мүмкіндік бермеді. Ал зардап шеккендерді пайдалану фактісі бойынша олардың кінәсі расталды.